Ассалаумағалейкум оқырмандар. Өрікті анамның бақшасынан әкелген болатын. Енді сол өріктен бірінші рет варенье жасап көрейін деп жатырмын. Ең алдымен тазалап жуып, содан кейін тасын алатын боламыз. Одан кейін осылай ыдысымызға салып аламыз. Одан кейін үстіне секерімізді саламыз. Содан кейін бір түнге холодильникке қойып қоятын боламыз. Осылай суы шығып, яғни секеріміз еріп дайын болады. Содан кейін мен блендермен езіп алатын боламын. Езбей осылай да қайната берсеңіздер болады. Газға қойып 1 сағат, 2 сағаттай жай отта қайнатып аламыз. Бетіндегі көпірді алып аламыз. Вареньеміз дайын болып қалды. Дайын болған осылай тарелкаға кішкене құйған кезде, сызған кезде өзінің формасын ұстау қажет. Сол кезде дайын болды деген сөз. Енді банкамызды осылай стерилизовать етіп аламыз. 5-6 минуттай қайнатып алатын боламыз. Қақпағында дәл солай қайнатамыз. Содан кейін стерилизованный банкімізге вареньемізді құйып шығатын боламыз. Содан кейін қақпағын қаттырақ жауып, қараңғы жерге, салқын жерге бүйтіп матамен жауып қойып қоятын боламыз. Вареньенің азғантай бөлігін осылай касеме салып алдым. Енді таңертеңгі қоюланған түрін көрсеткім келіп тұр сіздерге. Осылай балаларым жеп қойған уже, кішкентай қалған. Тәтті болып шыққан екен. Күшті болып шықты, жасап көріңіздер. Осылай қоюланып, дүкендегі джем сияқты қоюланып шығады. Сіздермен бірге болған Азерке Мейрамқызы. Ассалаумағалейкум.